Сәлем достар! Бүгін сіздерге құрамы 3 заттан ғана тұратын, иммунитетті көтеретін өте қарапайым вареньені дайындау жолын көрсетемін. Әсіресе қазіргі таңда ағзамызға өте қажетті зат. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен имбирді жуып тазалап, қабығын ашып аламыз. Сосын майдалап тураймыз. Майдалап турасаңыз, езілу оңай болады. Дәл солай лимонды турап, имбирмен бірге блендермен еземіз. Блендер жоқ болса, үккіштен өткізсеңіз болады. Бізде осындай бір келкі масса шығу керек. Оны бөлек ыдысқа салып аламыз. Осы массаға табиғи балымызды қосамыз және жақсылап араластырамыз. Ағзамызға пайдасы болу үшін балдың табиғи болғаны маңызды. Оны банкаға құйып, тоңазытқышта сақтаймыз. Бұл вареньеміз 4 сағаттан соң дайын болады. Шайға қосып ішсеңіздер болады. Пайдаңызға жарасын, ауырмаңыздар. Сіздермен болған Эльвира.